Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу-әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсы маман боламын десеңіз. Грамматикалық тақырыбымыз қос сөздер. Жақсы маман боламын десеңіз, төмендегі кеңестерге көңіл бөліңіз. Алдымен өз мамандығыңызды қаншалықты жақсы көретініңізді анықтап алыңыз. Өйткені өзіңіз жақсы көріп істемеген жұмысты жақсы атқаруыңыз екі талай. Әр істеген ісіңізге жауапкершілікпен қараңыз. Берілген тапсырмаларды уақытылы орындауға тырысыңыз. Жұмысқа уақытылы баруды әдетке айналдырыңыз. Себепсіз кешігіп бару әріптестеріңіз бен басшыларыңыздың алдында қадіріңізді кетіруі мүмкін. Әр жұмысыңызды жоспарлап алыңыз. Бұл сізге уақытты тиімді жұмсауға септігін тигізеді. Өз мамандығыңызға сай ұқыпты киініңіз. Бұл сізге сенімділік берсе, сізді қоршаған адамдарға жағымды әсер етеді. Ал енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Анда-санда, асты үстіне, әкелу, дүркін-дүркін, жауапкершілік, ұнату, көшбасшылық қасиет, күні-түні, таң-тамаша, төзімділік, үйлі-күйлі, хал-жағдай. Берілген жаңа сөздерді міндетті түрде жаттап алуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді қолданып, сөз тіркесі, сөйлем жасаңыз. Мысалы, төзімділік сөзі берілген. Төзімділік сөзінен төзімділік таныту сөз тіркесі және Маржан төзімділік танытты деген сөйлем құрадық. Осы үлгіні пайдалана отырып, қалған сөздерден де сөз тіркесі және сөйлем құраңыз. Ал енді тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Және салыстырып көріңіздер. Төзімділік таныту, Маржан төзімділік танытты. Ұнату, әнді ұнату, мен лирикалық әндерді ұнатамын. Жауапкершілікті сезіну, ол жауапкершілікті сезінуі керек. Әкелу, пайда әкелу, бұл жұмыс саған пайда әкеледі. Үйлі-күйлі болды, бүгін үйленіп, үйлі-күйлі болдың. Ал сіз қандай сөз тіркестерімен сөйлем құрадыңыз? Оқыңыз. Өте жақсы. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз қос сөздер. Қос сөз екі сөздің қосарлануы немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөз. Қос сөз дефис арқылы жазылады. Қос сөз қайталама қос сөз және қосарлама қос сөз болып екіге бөлінеді. Қайталама қос сөз сыңарлары бір түбірдің қайталануынан жасалатын қос сөз. Қайталама қос сөздің жасалуына назар аударыңыз. Бір түбірдің қосымшасыз түрде қайталануынан жасалады. Мысалы, үлкен. Бір түбір қосымшамен бір түбір қосымшасыз түрде қайталануынан жасалады. Бір-біріне. Бір түбірдің әртүрлі қосымшамен қайталануынан жасалады. Орынды, орынсыз.
Түбірдің бір сыңары дыбыстық өзгеріске ұшырап жасалады, мысалы төп-түзу. Екінші сыңары бірінші сыңарына еліктеу мәнінде келіп, дауыссыз дыбыстан басталатын сөздің бірінші дауыссыз дыбысының орнына және дауысты дыбыстан басталатын сөздің алдына м, п, с дыбыстары қосылып жасалады, мысалы кісі, місі. Ал қосарлама қос сөз әртүрлі сөздердің қосарлануы арқылы жасалатын қос сөз. Мысалы, анда, санда, бір, екі. Екінші тапсырма, екі бағандағы сөздердің жұбын табыңыз. Яғни, екі бағандағы сөздерді сәйкестендіру арқылы қос сөздер жасауыңыз керек. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Әке, шеше, бала, шаға, ата, ана, күндіз, түні, қайта, үлкен, кіші, ат, мал, таң, тамаша. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. Еңбекқор адам. Сіз күніне қанша сағат жұмыс істейсіз? Кешке жұмыс уақыты біткеннен кейін үйімде бітіремін деп қалған жұмысты үйіңізге алып кетесіз бе? Демек, сізді нағыз еңбекқор адам деп айтуға болады. Мұндай адамдар тәулігіне 12 сағат жұмыс істейді. Соның арқасында отбасының қал жағдайы жақсы, табысы жоғары болады. Бәрі жап-жақсы, көңілдегідей көрінеді, бірақ олар отбасына көңіл бөлуді артық санайды. Бала шағасы болғанына қарамастан күндіз түні жұмыс істейді. Мұндай адамдар артық жұмыс сағаты үшін қосымша жалақы да сұрамайды. Еңбек келісім шартындағы белгіленген жұмыс сағатын ұмытып, жан тәнімен жұмыс істейді. Демалыс күндері олар өздерімен өздері үйде отырып теледидар алдын бермейді. Ал егер жұмысқа шақырса, қуана барады. Ол өз ұжымынан бөлек болғысы келмейді. Ұжыммен көп уақыт өткізуге тырысады. Мұндай жұмыс бастылықты, өз қызметіне тәуелділікті нашақорлықпен салыстыруға болады. Бұл аурудың бір түрі, ал ауру емдеуді қажет етеді. Сондықтан ондай еңбекқор адамдарға ең бірінші отбасы көмектесуі керек. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар, сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз күніне неше сағат жұмыс істейсіз? Жұмыстан уақытында қайтасыз ба? Жұмыста сағат кешкі 18:00-ден кейін жиі қаласыз ба? Үйіңізге қайтуға асығасыз ба? Отбасыңызбен жиі уақыт өткізесіз бе? Әріптестермен бірге болған ұнай ма? Тамаша. Төртінші тапсырма, мәтіннен мына мағынада қолданылған сөздерді табыңыз. Мысалы, күн мен түнді білдіреді, күндіз түні. Сондай-ақ күнкөріс өлшемі, жақын адамдарға уақыт бөлу, бірге жұмыс істейтін адамдар, бір аурудан сауықтыру мағынасында қолданылған сөздерді табыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Күн мен түнді білдіреді, күндіз түні, күнкөріс өлшемі, жалақы, жақын адамдарға уақыт бөлу, отбасына көңіл бөлу, бірге жұмыс істейтін адамдар, ұжым, бір аурудан сауықтыру, емдеу.
Бесінші тапсырма, мәтіндегі қос сөздерді теріп жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Қуана-қуана, хал жағдайы, жап-жақсы, бала-шағасы, күндіз-түні, жан-тәнімен. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Алғаш пікірлесуде өзіңіз туралы жағымды пікір қалай қалыптастырасыз? Тамаша. Үй тапсырмасы. Жақсы маман болу үшін өз бойыңызда бар жақсы қабілеттеріңізді жазыңыз. Ал енді сабақты қорытындыласақ, сабақ соңындағы сіздің көңіл күйіңіз қандай? Сабағымыз қаншалықты дәрежеде түсінікті болды? Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.